Армысыз көрермен, сіздермен бірге QR News ақпараттық агенттігі назарларыңызға аптаның басты жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстанға мемлекеттік сапармен Корея Республикасының президенті Юн Сок Йеол келді. Оны Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алып, екі ел арасында бірнеше құжатқа қол қою рәсімі өтті. Шағын құрамдағы келіссөзден кейін кеңейтілген құрамда кездесу өткізілді. Келіссөз барысында энергетика, инфрақұрылым, өнеркәсіп, машина жасау, экология және басқа да салалар бойынша талқыланды. Экономика және ғылым, қаржы және басқа салалар бойынша меморандумдарға қол қойылды. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек ғылым саласына байланысты сүйінші хабармен бөлісті. KAIST бұл Кореяның ең мықты зерттеуші университетімен арнайы меморандумға қол қойдық. Енді Қазақстанда KAIST Қазақстан деген мықты халықаралық деңгейдегі зерттеуші университет пайда болады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде мемлекеттік сапар аяқталған Корея Республикасының президенті Юн Сок Йеолге құрмет көрсетіп, елорда әуежайынан шығарып салды. Кәрім Мәсімов Тоқаевтан рақымшылық жасауды өтінді. Айта кетейік, қазіргі таңда Мәсімов Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторында қамауда отыр. Мемлекетке опасыздық жасау және билікті басып алуға әрекеттену бойынша сотталған Кәрім Мәсімов қазіргі кезде қылмыстық жолмен алынған ақшаны және басқа мүлікті заңдастыру, аса ірі мөлшерде пара алу баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Мәсімов 2022 жылдың қаңтар оқиғалары кезінде ұсталған болатын. Оған қатысты қылмыстық іске өте құпия деген белгі қойылған. 2023 жылы Астана соты Кәрім Мәсімовті 18 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Өнеркәсіп вице-министрі Сапарбеков елдегі көмір қоры туралы ақпаратпен бөлісті. Сонымен қазір Қазақстанның қанша жылға жетерлік көмір қоры қалды? Вице-министр Олжас Сапарбековтың айтуынша көмірдің жалпы қоры 33,6 миллиард тоннаны құрайды. Осылайша қазіргі қарқынмен әлі 300 жыл бойы көмір өндіруге болатынын хабарлады. Көмір өнеркәсібі елдің электр энергиясының 70%-ын қамтамасыз етеді, ал бұл салада 32 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Өткен жылы көмір өндіру көлемі 113 миллион тоннаны құраған. Енді Астанада жедел жәрдем дәрігерлері науқасқа таксимен барады. Бұл ақпаратты Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы растады. Күту уақытын қысқарту мақсатында қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы көлік құралдарын жалдау шартын жасасты. Мұндай көлік құралдары жедел жәрдем бригадасы жеделдіктің 3-4 санаты бойынша шақыртуларға шығу үшін қарастырылған делінген басқарма хабарламасында. Сондай-ақ ведомство аталған санаттар бойынша пациентті тасымалдау, сондай-ақ көлікті медициналық жабдықтармен жарақтандыру талап етілмейтінін атап өтті. Спорт жаңалығы. 20 жастағы қазақстандық Қазбек Нөгербек шахматтан әлем чемпионы атанды. Қазбек Нөгербек жасөспірімдер арасында 2024 жылғы чемпион атанды. Турнир 2 және 13 маусым аралығында Үндістанның Гандинагар қаласында өтті. Әлем біріншілігінде 123 қатысушы, оның ішінде 13 гроссмейстер және 28 халықаралық шебер бақ сынады. Осылайша Қазбек әлем чемпионы атағына үміткерлер турниріне іріктеу аясындағы турнирге жолдама алды. Осымен апта легі тәмам. Назарларыңызға рахмет. QR News әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.